Сіздермен кино қалам. Бүгінгі кино шолуым керемет бір детективті фильм жайлы болмақ. Фильмнің аты «Дверной замок» деп аталады. Фильмді айтпас бұрын сіздерге қолдау білдіріп жатқандарыңызға алғысымды айтқым келеді. Сіздердің жазған пікірлеріңізді оқып, қатты қуанып жатырмын. Және көпшілігіңіз детектив жанрында кино шолу жасауды жалғастыра бер деп жазған екенсіздер. Сіздердің қолдауларыңыздан кейін мен де өз тарапымнан іздеп отырып бір керемет фильмді тауып, талдадым, көріңіздер. Кеш батқан шақта Кан Сон Хе есімді бір қыз тұрып жатқан пәтеріне оралады. Келсе үйінде жарықтың сөніп қалғанын байқайды. Пәтерін тексеріп жүріп, ол шкаф жақтан бір түрлі дыбыстар естіп қалады. Ақырын барып шкафты тексерсе, ішінде ештеңе болмай шығады. Кенеттен қыз артында біреудің тұрғанын сезеді. Бұрылғаны сол еді, оған белгісіз біреу тап береді. Арада бірнеше апта өтіп, дәл сол пәтерге қарама-қарсы тұрған пәтерге Чек Кен Мен есімді банкте жұмыс істейтін қыз көшіп келеді. Бірақ ол қыз түнде өзінің жанында бөтен еркектің түнеп жүргенін білмейді. Еркек қол сағатындағы будильнигінен оянады. Ол қыздың үйінен таңғы асын ішіп алып, қыз тұрғанша үйден шығып кетіп жүреді. Кен Мен ұйқыдан тұрғанда басы қатты ауырып тұрғанын сезіп, таблеткалар ішеді. Қыз таңғы асын ішіп тұрып, өзінің пайдаланып жүрген сүті азайып кеткенін көріп таң қалады. Жұмысқа шығып бара жатып, ол есігінің құлпы былғанып тұрғанын көреді. Кен Мен жұмысына барып отырғанда өзінің бір әріптесі клиентін алып кетеді. Оған көңілі түсіп, осы жайлы өзінің жақын құрбысы әрі әріптесі Хеджуға айтып береді. Олар кешкісін үйлеріне электричкамен қайтып барады. Бірақ екеуі өздерінің сыртынан белгісіз бір жігіттің аңдып отырғанын білмейді. Кен Мен үйінің подъезіне келгенде, осы үйдің күзетшісі Дон Хун оған бір қорап береді. Ол пәтеріне келгенде есігінің сыртындағы жапсырылған қағазды көреді. Қағазды анасы жапсырып кеткен екен. Ол қағазда үйге келіп есігінің паролін білмей аша алмағасын, алып келген сәлемдемесін күзетшіге қалдырғанын жазған екен. Кен Мен есіктің құлпы ашық қалғанын байқайды. Ол үйге кіргесін анасына хабарласып, есіктің құлпын ашық қалдырдың ба деп сұрайды. Кейін қыз ұйықтайын деп жатқанда біреудің үйдің есігін ашпақ болып паролін енгізіп жатқанын естиді. Ол ақырын есікті ашып қарайды, бірақ ешкім болмай шығады. Тек жерде тартылған темекінің қалдығы ғана жатыр. Қыз полицейлерді шақыртып, оларға темекінің қалдығынан саусақ іздерін алуларын сұрайды. Полицейлер нақты қылмыс орын алмағаннан кейін ештеңе істей алмайтындарын айтып кетеді. Сол түні Кен Мен көп жатып ақыры ұйықтап кетеді. Бірақ қыз бөтен еркектің өзінің үйінде жүргенін білмейді де. Еркек оның заттарын қолданып, оның жанында ұйықтайды. Таңертең қыз тұрса, тағы да бас ауырып тұр екен. Ол жұмысқа кетіп бара жатып, күзетші Дон Хунға камера жазбаларын көрсе бола ма деп сұрайды. Дон Хун керек болса қазір көрсете алатынын айтады. Кен Мен жұмысқа асығып тұрғасын кешке көретінін айтты. Жолай риэлторға кіріп, басқа пәтерді қарайды. Жұмыстағы құрбысы Хеджу қорқып жүрсең тұрмысқа шық деп кеңес береді. Күйеу жігіт ретінде өздерімен бірге істейтін Ким Сон Хоны көрсетеді. Ким Сон Хо да Кен Менға жылы қарап жүр. Жұмыста қыз әріптесіне өзінің клиентін тағы алып кетпек болуына кедергі келтіріп, Ги Чон есімді бір жігітті өзі қабылдайды. Әңгіме барысында олардың көршілер екендігі анықталады. Сол күні электричкада Кен Мен мен Хеджуды сыртынан аңдып отырған осы Ги Чон болған. Кен Мен жұмысын аяқтағаннан кейін Ги Чон оны бірге кофе ішуге шақырады. Жоқ деген жауап алған Ги Чон қызға ашуланып агрессия көрсетеді. Ол қыздың өзі бірінші болып тиісті дейді. Осы кезде Сон Хо келіп, қызды қорғап қалады. Қыз үйіне келгенде Дон Хунға бастығы ұрсып жатқанын көреді. Бастығы ол күзеткен күні үнемі бірдеме болатынын айтты. Кен Мен пәтеріне кіріп ұйықтап қалады. Түн ортасында оның төсегінің астынан еркек шығып, қыздың аузына ұйықтататын дәрі басып, оны талдырып, өзі болса қыздың тіс щеткасын пайдаланып душқа түседі. Бірақ ол айғақ қалдырмас үшін артынан бәрін мұқият тазалап тастайды. Сосын әдеттегідей қыздың жанына жатып ұйықтайды. Кен Менді ертесіне бастығы шақырып алады. Оның жұмыстағы стажировкасының біткенін айтып, жақсы жұмысы үшін тұрақты қызметкері ретінде қабылданғанын айтты. Кен Мен жұмыста отырып қалады. Оған белгісіз бір номер қоңырау шалады. Қыз алмайды. Кейінірек ол автобус аялдамасына келгенде жаңағы номер тағы хабарласады. Кен Мен тағы алмайды. Бір сәтте оның жанына Ги Чон келеді. Қыз қашып кетпек болғанда Ги Чон оның қолынан ұстап алып, такси шақыр дейді. Жігіт банктегі оқиғаны әлі ұмытпаған екен. Осы кезде Сон Хо келе қалып, Ги Чонды қуып жібереді. Ол қызды көлігімен үйіне апарады. Кен Мен пәтеріне кірсе, жарық сөніп қалған екен. Қыз не болғанын түсінбей тұрғанда есікті біреу қағады. Қараса, ол Сон Хо екен. Қыздың көлікте қалып кеткен әмиянын әкеліп тұр. Жігіт үйге кіріп автоматтан өшіп қалған жарықты қайта қосып береді. Қыз оған кофе ұсынады. Кен Мен үйде заттардың орны ауысып кеткенін байқайды. Сон Хо жуынатын бөлмеде болғанда, одан пәтердің нөмірін қалай білдің деп сұрайды. Себебі қыз айтпаған. Қыз дереу кофе алып келемін деген сылтаумен сыртқа шығып кетеді. Сыртта бірден полиция шақыртып пәтерін тексеруін сұрайды. Полиция пәтердің есігін ашқан бойда есікке асылып тұрған Сон Хоның мәйітін көреді. Полицейлер қызды бөлімшеге алып барады. Оны басты күдікті ретінде тергейді. Бірақ ешқандай дәлелдері болмаған соң қызды босатады. Қыз жұмысына барса, бастығы оны жұмыста қалдырмайтынын айтып, жұмыстан шығарады.
Кыз үйүнө келип, күзөтчүдөн камера жазбаларын сурап көрөдү. Сөйтсе, дәлиздеги камералар жасанды муляж болуп чыгады. Тек гана лифттин ичиндеги камера жумуш істейт экен. Күзөтчү онун үйүн ачпак болгон адам ишип алган көрүштү чыгар деп болжамдайды. Оның жабабына көңілі толмаған Кёнмин күзетчіге пәтерін тексертіп алады. Үйде ешкім жоқ болып шығады, бірақ заттардың тағы да орнына ауысып кеткенін көреді. Ал жерде кофе түйіршіктері шашылып жатыр. Қыз риэлторына хабарласып, тез арада басқа пәтерге көшкісі келетінін айтады. Үйді тазалап жүріп, төсектің астынан басқа бір пәтердің кілтін тауып алады. Кілтті алып, ол көрші пәтерлерді ашып көре бастайды. Бір кезде керекті пәтерін табады. Пәтерге кірсе, ішінде ешкім жоқ. Пәтер Кан Сон Хёнікі болып шығады. Кёнмин құрбысына Кан Сон Хёнің банктік шотының операцияларын алдырады. Олар шоттан Сон Хёнің күнде кешкі сағат 8:00-де дүкеннен 3200 вонға бір зат сатып алатынын байқайды. Тек қана сенбі күні сағат күндізгі 1-де сатып алады екен. Банктік шотынан Сон Хёнің нөмірін тауып алып, қоңырау шалып көреді, бірақ жауап бермейді. Құрбысы оған сообщение жазып көреді, тағы да жауап жоқ. Содан олар Сон Хё сауда жасап жүрген дүкенге барып, оны тосады. Сол сәтте құрбысына Сон Хёдан жауап келеді. Ал кассада бір қыздың 3200 вонға кашта сатып алып тұрғанын көреді. Олар қыздың соңына түсіп, екіге бөлініп кетеді. Хёджун аңдыған қызды тауып алады, бірақ ол Сон Хё болмай шығады. Кёнмин болса бір үйдің жанынан дәл сондай каша жеп тұрған мысықты байқап қалады. Ол сол үйге жақындағанда, үйдің құлпы дәл өзінің пәтерінікінде екенін көреді. Және өз пәтерінде тұрған кодты теріп көрсе, құлып ашылады. Үйдің ішіне кіріп, жатын бөлменің есігін ашса, капельницаға қосылған Сон Хёны көреді. Оның аяқ қолын таңып тастаған. Кёнмин тез арада полицияға хабарласады, бірақ ештеңе айтып үлгермейді. Себебі үйге қылмыскер кіріп келеді. Қыз төсектің астына кіріп кетеді. Қылмыскердің қолында Сон Хёның телефоны бар. Хёджунға жауап жазып жүрген дос қылмыскер болып шығады. Қылмыскер Сон Хёның системасына бір укол салып, қызды өлтіреді. Ол оның орнына тағы да бір әдемі қыз тапқанын айтты. Ол қыз Кёнмин еді. Қылмыскер басқа бөлмеге шығып кеткен сәтте, Кёнмин төсектің астынан шығып, қылмыскер келгенше есіктің артына тығылып үлгереді. Еркек Сон Хёның үстінен көрпесін алғанда, Кёнмин қыздың аяқтарын кесіп тастағанын байқайды. Кенеттен көшеден полиция сиренасының дыбысы естіледі. Қылмыскер терезеден көру үшін басқа бөлмеге кеткенде, Кёнмин қашып кетпек болады. Қыз шығар есікке жақындағанда барып өзінің телефонын түсіріп алғанын біледі. Ол сәтте телефонына біреу қоңырау шалады. Қылмыскер оны естіп қойып, қызға телефонын ұмытып кеткенін айтады. Кёнмин көшеге жүгіріп шығып, айғайлап көмек сұрайды. Бірақ көшеде көмектесетін ешкім болмайды. Қыз ескі қараусыз қалған бір дүкенге келіп тығылады. Қылмыскер оны тауып алады, бірақ ештеңе істеп үлгермейді. Себебі Хёджун сол сәтте қол арбамен келіп қылмыскерді қағады. Қылмыскер тез арада тұрып кетеді. Дәл сол сәтте Хёджун өтіп бара жатқан полицейлердің көлігін көріп қалып, көмекке шақырады. Қылмыскердің қашуына тура келеді. Детектив қыздардың өзіне ұрсады, себебі қыздар көрсеткен үйде Сон Хёның мәйіті мен Кёнминнің түсіріп алған ұялы телефоны жоқ болып шығады. Ол қыздарға өтірік айтып отырсыңдар дейді. Екі қыз қылмыскердің қолында ескі сағаты бар екенін айтады. Осы кезде бір полицей келіп, Сон Хёның денесін қоқыс жәшігінен тауып алғандарын айтады. Қыздың қолына Кёнминнің визиткасын қыстырып кеткен екен. Визитканы Кёнмин банкте Гичонға берген. Оны бөлімшеге тергеуге шақырады. Камералар Гичон күні бойы Кёнминнің соңынан аңдып жүргенін көрсетеді. Гичон өзіне жала жауып тұр деп ашуланып, детективке қарсы шығады. Оны сол үшін қамап қояды. Детектив қыздардан кешірім сұрап үйлеріне жібереді. Кёнмин жаңа пәтерге көшеді. Гичонды нақты айғақтар болмаған соң босатады. Гичон шыға салысымен Кёнминді іздейді. Ол күзетші Донхунды алдап, одан Кёнминнің жаңа көшіп барған мекенжайын біліп алады. Біраз уақыттан кейін Кёнминға бір посылка келеді. Ашса, ішінде түсіріп алған телефон екен. Телефонның ішінде өзінің ұйықтап жатқан бірнеше фотосын көреді. Сол сәтте телефонына Хёджун қоңырау шалады. Алса, кісі өлтіруші құрбысының үйінде жүрген видеоны көреді. Кёнмин үйден кілтінді алмай, дереу құрбысының үйіне қарай жүгіреді. Видеода қылмыскер құрбысының аяғын кесейін деп жатқанын көреді. Тездетіп құрбысының үйіне жетеді, бірақ есігін аша алмайды. Сосын ол өрт сөндіргішті алып, есіктің құлпын сындырмақшы болып ұрады. Оны артынан келген Гичон тоқтатады. Ол қызды ұрып, өзімен кофе ішуге алып кетпекші болады. Сол кезде көршісі естіп қойып, полиция шақырады. Полиция дер кезінде келіп Гичонды ұстайды. Кёнмин есікті бұзып кіріп, үйдің ішінен қансыраған құрбысын көреді. Сол кезде белгісіз біреу Кёнминнің жаңа пәтеріне келіп, кілт тастап кетеді. Біраз уақыттан кейін Кёнмин ауруханаға Хёджунның хәлін білу үшін келеді. Хёджунның аяғын кеспеген екен. Кісі өлтіруші видео үшін әдейі кесіп бастап кетіп қалған. Детектив Кёнминға бұл қылмыскердің айласы екенін айтады. Хёджунға барған сәті алдын ала түсірілген видео екенін айтады. Және кісі өлтіруші Гичон екенін анықтау үшін ДНК тест сараптамасын күтіп отырғандарын айтты. Сосын ол ойыншық фигураның ішіне салынған жасырын камера береді. Кёнмин оны үйіне орнатып, өзі дүкенге азық-түлік алуға барады. Ол жерден күзетші Донхунды жолықтырады, бірақ басында танымай қалады. Донхун қылмыскер жайлы әңгіме қозғап,
Кёнминга енді ешқандай қауіп жоқ екенін айтады. Кёнмин осы әңгімеден өзін жайсыз сезініп, кассаға ақшасын төлеп тез арада шығып кетпекші болғанда, кенет Донхун 3200 вонға бір зат сатып алып жатқанын естиді. Оның қолынан ескі сағатты да көреді. Қыз қорқып үйіне барып кіреді. Үйге кіргенде оған детектив қоңырау шалып, үйден шықпауын талап етеді. Себебі Гиджонның ДНК тестінен оның қылмыскер емес екені анықталған соң, оны босатқан екен. Бірақ оны өлі күйінде тауыпты. Қыз үйінде бөтен каша тұрғанын байқайды. Бірден жасырын камераның жазбасын алып көреді. Бейне жазбада оның пәтеріне Донхун кіріп, оның төсегінің астына жасырынып қалғанын көреді. Ең қорқыныштысы, Донхун әлі де төсектің астында жатыр. Ол сол сәтте қолын шығарып, қыздың аяғын ұстап алады. Кёнмин қашып кетпек болады, бірақ Донхун оған қашуға жол бермей, ұрып талдырады. Бірнеше сағаттан кейін детектив қызды іздей бастайды. Ол камерадан Донхунның Кёнминді көлігіне салып жатқанын көреді. Және оған бір полицей Донхун Киджонды өлгеннен кейін ертесінде жұмыстан шығып кеткенін айтады. Сосын ол бұрын бір қонақ үйде жұмыс істеген екен. Сол қонақ үйде бір қыз өз-өзіне қол жұмсаптымыз. Содан кейін Донхун Сеулге келіп Кёнмин тұрып жатқан үйде күзетші болып жұмысқа тұрады. Сол кезден бастап бірнеше қыз жоғалған. Кёнмин көзін ашса, өзіне белгісіз жерде жатқандығын көреді. Оны Донхун құшақтап алыпты. Донхун қыздың үйінен заттарын алып келіпті, тіпті үстіне пижамасын да кигізіп қойған екен. Қызға өз үйіндегідей сезінді. Қыз өзіне система салынып тұрғанын байқайды. Жігіт дүкенде өзін танымай қалған үшін ашуланады. Және ол қызға кез келген сәтте кетсең болады, есік ашық тұр дейді. Бірақ егер қыз солай істеуге тырысатын болса, жігіт оның аяқ қолын кесіп тастайтынын ескертеді. Қыз жөтеле бастайды. Қылмыскер оны тыныштандыру үшін жақындап, қызға тек жанымда қалсаң жеткілікті дейді. Қыз қылмыскердің жақындаған сәтін пайдаланып, оның құлағын тістеп алады да тумбочканың үстінен тұрған шприцті жігітке тығады. Ол бөлмеден қашып шығып төменге түседі. Төмендегі есік терезенің барлығы бітеу екенін көреді. Сосын ол жалғыз есік ашық тұрған бөлмеге кірсе, ол бөлменің де терезесін бітеп тастаған. Донхунның келе жатқанын естіп, ол жерден шынының сынған қалдығын алады. Қылмыскер бөлмеге кіре бергенде сырттан бір дыбыс естіледі. Бұл қызды құтқаруға келген детектив екен. Детектив қыздың есімін атап шақырғанда, қыз осындамын деп айқайлайды. Сол сәтте Донхун детективке тап береді. Екеуі төбелесе кетеді. Бір сәтте Кёнмин төбелестің тынышталып қалғанын естіп, қолына балта алып бөлмеден шығады. Шықса, Донхун детективті өлтіріп тастаған екен. Донхун қызды бірнеше рет ұрып, балтамен өлтірмекші болғанда, қыз оның жарақатының үстінен басады. Жігіт оны ұстап шкафқа қарай лақтырады. Шкаф болса екеуінің үстіне құлайды. Донхун қызды қылқындырып өлтірмекші болғанда, қыз оның басынан итеріп жібереді. Басы шкафтың шығып тұрған шегесіне қадалады. Донхун да осылай мерт болады. Біраз уақыт өткеннен кейін Кёнмин бұрынғы өміріне қайтып оралады. Жаңа пәтерге көшеді. Бірақ көшкен пәтерінде өзін тағы да біреу аңдып тұрғандай сезінеді. Сосын ол төсектің астын тексереді. Бақытына орай, ол жерде ешкім болмай шығады. Дверной замок фильмі қалай сіздерге ұнады ма, достар? Ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сосын, достар, арнамда тек кәрістердің фильміне киношолу жасап кеттім. Келесі ролигімді шытырман оқиғаға толы испандық тамаша бір детектив фильмінде жасамақпын. Жіберіп алмас үшін әрине тіркеліп қойыңыздар. Сау, сәлеметте.